Сәлеметсіздер, баршаңызға қайырлы күн болсын. Күміс жас бағдарламасын түсіндіріп өтсем, бұл бағдарламаның басты мақсаты зейнеткерлікке лайықты жақсы жалақымен шығу. Яғни күміс жас жобасына қатысушылар зейнеталды жасындағы жұмыссыз адамдар. Бағдарлама аясында зейнеткерлікке шығуға 2 жыл қалған азаматтар уақытша жұмыспен қамтылатын болады. Еңбек министрлігінің мәліметінше, жоба жыл сайын 5000 адамды жұмыспен қамтиды. Жобаның шарты: жалақының жартысын жұмыс беруші, жартысын мемлекет төлейтін болады. Көлемі 30 айлық есептік көрсеткіштен аспайды. Яғни, мысалы 2023 жылда алсам, 2023 жылы 3450 теңге болса, бір айлық есептік көрсеткіш 103.500 теңгеден артық соманы төлемейді. Тек осы 103.500 теңгеге дейінгі сомада өтеп беретін болады мемлекет. Мысалы, жұмыс беруші 200.000 теңгелік жалақыны берсе, оның 100.000 теңгесін мемлекет субсидиялайды, ал 100.000 теңгесін жұмыс беруші төлейтін болады. Күміс жас жобасына қатысу мерзімі 12 айдан аспайды. Зейнет жасына жақындаған адамды жұмыс беруші зейнет жасына дейін тұрақты жұмыспен қамтуға міндетті болып табылады. Қалай өтініш береді? Күміс жас жобасына жұмыс іздеуші ретінде халықты жұмыспен қамту орталықтарына немесе еңбек биржасына жүгінуге болады. Еңбек электрондық еңбек биржасы арқылы тіркелу, еңбек кезетте жеке кабинет ашасыз, жұмыс іздеп жүрген адам ретінде тіркеуге өтінімді толтырасыз және ЭЦП кілтіңізбен қол қоясыз. Өтінім автоматты түрде тексерілгеннен кейін жеке кабинетіңізге хабарлама келеді. Егер осы құжаттарды өзіңіз электронды түрде рәсімдей алмасаңыз, халықты жұмыспен қамту орталықтарына жүгінсеңіз болады. Жұмыс берушілерге қандай талап қойылады? Жобаға 1 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп келе жатқан, салық және басқа да әлеуметтік аударымдарды тұрақты аударатын, сондай-ақ жалақы бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ, барлық меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар қатыса алады. Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы бұйрыққа сәйкес, күміс жас жобасына қатысу мерзімі аяқталғаннан кейін зейнеталды жастағы адамды зейнеткерлікке шыққанға дейін тұрақты жұмыс орнына жұмысқа орналастыруға міндеттеледі. Тұрақты жұмысқа қабылдаудан бас тартса, мемлекет есебінен төленген жалақының субсидияланған бөлігін бюджетке өтеуге міндетті болып табылады. Бұл жұмыс берушілерге қойылатын талап. Жұмыс орындарына қойылатын талаптар қандай? Қосымша жұмыс орындары тұрақты жұмыс орындарынан тыс және тұрақты жұмыс орындарына арналған бос жұмыс орындарынан тыс ашылады. Мұндай жұмыс орындары ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстарда, ұлттық кәсіптер классификаторы сәйкес біліктілігі төмен қызметкерлердің 9-шы тобына жататын мамандықтар мен кәсіптер бойынша құрылмауы шарт. Яғни ауыр жұмыстарға тартылмайды зейнеталды жасындағы. Осымен менің презентациям аяқталды. Менің ақпаратым сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп қойсаңыздар болады.